жастарға жалға берілетін тұрғын үй. Егер сіз де мен сияқты Қазақстанның ірі қалаларында тұрып жұмыс жасайтын адам болсаңыз, сіз де мемлекеттен үй ала аласыз. Осы видео пайдалы болады, жалғастырамыз. Сәлем, каналға қош келдіңіз. Есімім Нұрбақыт. Жолдасым екеуміз осы жалға берілетін үйдің конкурсына бірер жыл бұрын қатысқан болатынбыз, бірақ ол кезде біз ұта алмадық. Бірақ осы 21-ші жылы жолдасым тағы да мойымай қатысып көрді. 22-ші жылдың жазында міне 2 бөлмелі пәтерді жеңіп алдық. Осы бағдарламаға атсалысып бүкіл құжаттарды дайындаумен, әзірлеумен айналысқан жолдасым болып табылады. Соның арқасында осы пәтерді алған болатынбыз. Ал мен осы видеода сізге пайдалы болатын ақпаратпен бөліспекшімін. Жолдасымның тәжірибесіне сүйенетін болсам, тұрғын үй қорының Instagram парақшасына тіркелуді ұсынар едім. Неге десеңіз, сіз сол жақта барлық жарияланып жатқан бағдарламаларды бірден көресіз. Сол бойынша өзіңіздің құжаттарыңызды бірден тезірек жинауға тырыссаңыз, сіз өзіңіздің осы пәтерлерді ұтып алудың мүмкіндігін арттырасыз. Қалай? Ол дегеніміз, мысалы, конкурс жарияланылды, сіз құжаттарыңызды дайындап болдыңыз, жылдам дайындап боласызда, сіз солардың барлығын қатысу сайтына тіркейсіз. Неғұрлым сіз жылдамырақ құжаттардың барлығын әзірлесеңіз, соғұрлым сіздің еңірек, қолайғырақ пәтерді алу мүмкіндігіңіз артады. Тура солай менің жолдасым жасаған болады. Яғни ол конкурс жарияланған сәтте барлық қажетті құжаттармен танысып, оларды тезірек, дереу түрде дайындап тіркеп қойды. Сөйтіп, ол өзінің 800 қатысушының арасынан 11-ші орынға иеленіп, міне 2 бөлмелі пәтерді алып отырған жайы бар. Осы конкурс аясында біз басында 1 бөлмелі үйді ұтып алған болатынбыз. Жастарға тұрғын үй берілетін бағдарлама өзінің кең ауқымын алып, олар тағы да көбірек, үлкенірек үйлерді сала бастады. Сол ақпаратын бізге бөлісті де бізге 2 бөлмелі үйді ұсынған болады. Бірақ бізге ол кезде 6 айдай күтуге тура келді. Бірақ дегенмен біз 1 бөлмелі үйден бастап 2 бөлмелі үйді күте алатынымызды хабарладық та, біз осылайша 2 бөлмелі үйді алған болатынбыз. Сонда кейде осындай бағдарлама аясында жағымды өзгерістер де болып қалуы мүмкін. Сондықтан да осы Instagram парақшасы өте пайдалы ресурс болып табылады. Тағы да біздің айымыз оңымыздан туған бір сәт, ол менің жолдасымның мамандығы мемлекетке пайдалы 100 мамандық иесінің бірі болуында. Жалпы алғанда конкурс ол ұпайлық көрсеткішпен сарапталынады. Яғни барлық қатысушылар белгілі бір ұпайға ие болады. Ол ұпайлардың ішінде белгілі бір максималды ұпайға ие болатын бір критерий, ол мемлекетке пайдалы мамандық иесінің болуы. Сол санатқа менің жолдасым ілігіп кетті. Ол сол сәтте әуежайда жұмыс жасайтын болған. Сол кезде ол өзіне 10 ұпайды осылайша иемденді. Одан бөлек оның атында депозиті болған, ұзақ жыл бойы ашық тұрған депозиті бар. Бұл жерде маңызды бір жағдай, ол депозитіңіздің әрбір ашық тұрған жолы үшін сіз 2 ұпайдан аласыз. Яғни менің жолдасымның депозиті 12 жыл бойы ашық тұрса, ол оны 2 көбейтіп 24 ұпайға иемденді. Яғни 24 ұпай депозитінен 10 ұпай пайдалы мамандық иесі болғанынан 34 ұпайды ол қазір иемденіп отырды. Одан бөлек ол некелі азамат, біздің бір баламыз бар, отбасылы болғандықтан 5 ұпайды иемденді. Одан кейін әрбір некенің жылы үшін 2 ұпайдан алып отырасыз, яғни біз 3 жылдан астам некедеміз. Сондықтан ол қосымша тағы да 6 ұпай иемденді, тағы да 11 ұпай. Ал біз тағы да бір санат, ол сіз егер жеке кәсіпкер болсаңыз, немесе кәсібіңіз енді ашылып жатқан көлемнің өзінде де 5 ұпай аласыз. Ал әрбір кәсіпкерлікпен айналысып жатқан жолыңыз үшін 4 ұпайды алып отырсыз. Жолдасым екеуміз біз кәсіпкер емес, біз жалдамалы жұмысшылармыз. Сондықтан біз бұған іліктіре алмадық. Тағы да бір нәрсе, егер сіз өзіңіздің жеке жетістіктеріңіз бар болса, оған да белгілі 5 ұпайдан ала аласыз. Біз оған да іліктедік. Тағы да бір санат, ол оған да 5 ұпай аласыз. Ал жұмыс өтіліңіздің әрбір жұмысы тағы да 1 ұпайдан аласыз. Яғни көріп отырғаныңызда осы критерийларға сай келетін болсаңыз, ұпайларыңыз жинақталады. Бүкіл қатысушылармен сарапталынып, кімнің ұпайы жоғарырақ, кім
сонымен осы бағдарламаға қажетті барлық құжаттардың тізімін ресми сайттан көре аласыз. Оны төменде тіркеп қоямын. Менде бар болған осы. Тамашалағаныңызға рахмет. Сау-сау.